Үй неғып жатсың жастығыңды қолданбай, үй неғып жатсың маңдайтынды ойланбай. Ассалаумағалейкум, армысыңдар? Енендер кедей болар балаң ұйқысынан білесің. Ой, молодец. Ой, рахмет. Алдында екеуміз кеткенбіз. Мынандай тауып алыпса үйден яки екеуміз спорластық. Ойнайық деп қоймады. Қол бердім 500 мыңға деп бір қол бердік. Бір бастым. Үшеуі бірдей түсті сразу. Бір бабайтпен бірден 500 мың аламын жакеден. Рассрочка жоқ. Қалаға шығайсам машинам жоқ. Машинам детейлингте боялып жатыр. Енді қандай машина бар еді басқа? Өмірде сырласатын. Как всегда, білесіңдер ма? Осындай кезде ініңе машина берген бір рахаты бар да. Қалай кеттік? Осындай қылып, сүйкімді қылып, әдемі қылып, слишком няшно қылып, қалай тууға болады екен, түсінбеймін бар. Эффектмен ба? Мені қатты бір сұрақ мазалайды. Осы күнге шейін әлі ойланып жүрмін. Жауабын сіздер айтып бересіздер деп ойлаймын. Мынау әдемі ма? Или мынау әдемі ма? Емес. Үшінші факт мені масалар өте қатты шағады. Мені жаз болмаса да уже шағып жатыр. Білмеймін, может тәттімін, сондықтан болар. Ей, өзім жатырмын ғой, енді жоғарға жатқызбадыңдар. Астына келсем, астына тағы жатқызбайсыңдар. Өзіңіз дұрыс па? Сөйлесең онда конкретно. Стрелку қойып, талпаларың шақырып бер, братаға бір сөйлесіп. Болмайды өйтіп, бір-бірден өйтіп келіп. Зачем? Вообще не керек па? Надо вот сөйлесеміз. Черный болса по черному, красный болса по красному. Бауырым. Алеш, таң болса, қайырлы таң, сүйкімді жан болады, я? Түн болса, қайырлы түн, сүйкімді жүн ба сонда? Осыдан түс көтіңді айырам ғой бәлі. Түс шешкен. Еркекше ейтен паразам алып қойырым. Түсші. Түсесің ба? Түспейсің ба? Или басқаша сөйлесу керек па? Қайырлы таң, мен уже ұйқымнан ояндым. Сағат 7:50 или 7:45-те оянған едім. Барлықтарыңызға қайырлы таң, переживать етіп жазған. Дайрект оқып жатырмын, бәрі жазып жатыр. Тұрыңыз деп барлықтарыңызға. Кеше түнде терефлю іштім и денсаулығым жақсы болып қалды. Таңертең как бодрячком встала. Чуть сложно было, но еще впереди 28 дней, я не знаю, получится, нет. Короче, сейчас надо завтрак приготовить, и вакуум надо сделать, и упражнения тоже обязательно. И вы тоже делаете, если проснулись. Так, достар, сіздерге загадка. На киндердің ішінде қандай ойыншық бар? Егер де сіз бірінші тапқан болсаңыз, сізге подарка беретін боламын, ақшалай, сондықтан қазір угадайте, ішінде не бар? Ровно 10 минут тұрады, 10 минуттың ішінде кто? Бәләт жазып жатыр, короче. Жазбасын. Тоқта. Жазбасын. Тоқтасай. Неге Шахи Жәкеңе сәлем салмайды дейді? Үйдің үлкені ғой дейді. Давай, бүгіннен бастап. Күнде азда тұрғанда сәлем саласың көрген кезде. Ой. Алсаң бір. Қабыл болсын дейсіз ба? Қабыл болсын дейсіз ба? Не айтқанмын? Біздің үйде уже үйленіп жатқандар көбейіп жатыр негізше. Сол үшін үбірлеген келіндер болса, шүбірлеген балдар болса. Базар. Бол. Азын салдың ба не? Білім осы айтатын біздегі. Алла сақ қойдың ба? Айттырмай салдыратын болсын, не? Молодец, да? Вообще, крутая, да? В общем, қазір кім ұтылады? Сушняққа барып келеді, давайте. Жәке, давай. Жәкең ұтылды. Жәке, что там магазин? Әлшер ұтылды ғой. Да? Әлшер жұмсайсың Әлшер, ба? бақпатсай! Шақыр, Жәке, Әлшер шақыр. Жәкең 500 мың бөлінейік деді. Прикинь, бәрі бастырым. Үшеуі бір дейтірегі ғой. 500 мың ұталды. Тыныш қана, өзімізге жетеді деп отыра берейік қойсын. Осындай жағдай болады екен. Кенжегі мынандай шлепка алып кепті, короче, маған. Бүйтіп тұрып, көтінен. Ойбай, көтінен деп қой. Күшті екен, в общем.
Рахмет, игілігіңе ғабит. Рахмет шығи. Ой, кілт үйде алып кетті. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Осындай керемет жоғарғы настроениемен бүгінгі күнімізді бассыздыққа деп отыр. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін Алматыда погода күшті болып тұр. Салқын, бұлтты болып. Уже күн суытып бастаған сияқты. Вроде бірақ әлі жазды. Все болды онда, когда барлығымыз жабылып отырып, әдем орамалдар заказ берейік. Если что, маған аккаунттарын қалдырып кетіңіздер. Мен қарап көрейін. Короче, кіммен кездестім, қалай ойлайсыздар? Осыдан бір 4-5 жыл бұрын Алматыға енді келген кездерім, қыздармен бірге тұратын. Шағнай, привет, көп болды көріспегелі. Екі баласымен тұр, Айғаным бірге тұрғанбыз. Мен сүйген алтын қызы, мен сенген